Бокстан Азия чемпионатының күміс жүлдегері Әбілхан Аманқұл Қазақстан қарулы күштерінің қатарын толықтырды. Дубайда өткен чемпионаттан оралған кезде Былғары қолғап шеберіне әскерге шақырту қағазы келген. Кейін барлық сарбаздар тәрізді Әбілхан облыстық медициналық комиссиядан өтіп, әскерге жарамды деген қағаз алған. Тұрақты түрдегі дене даярлығы мен денсаулығы спортшының әскер қатарына қабылдануына еш күмән келтірмегені анық. Жамбыл облысының қорғаныс істері жөніндегі департаменті Былғары қолғап шеберін қажетті әскери киіммен толық қамтамасыз еткен. Әбілхан Аманқұл 1 жыл көлемінде Қорғаныс министрлігі спорт клубының спорт ротасында қатардағы жауынгер ретінде мерзімді әскери қызметін атқарады. Осы уақыт аралығында ол атыс пен саптық даярлықты жаттығулар мен жарыстармен үйлестіретін болады. Мен ойлаймын, әр жігіт отан алдындағы борышын өтеуге міндетті. Мен отан алдындағы борышымды адал, абыроймен атқарып келуге сенімдімін. Айта кетейік, Әбілхан Аманқұл алғаш рет 19 жасында Қазақстан чемпионы атанды. 2017 жыл Өзбекстанда өткен Азия чемпионатында қола, ал Германияда өткен әлем чемпионатында күміс медальді қанжығасына байлаған. Сондай-ақ 2018 жыл өз салмақ дәрежесінде Азия ойындарында 2-ші орынға ие болған.